біздің ғалымдарымыз айтады, ғапылдыққа түспеу үшін мұсылман адам өлімді көп ойлау керек дейді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, бүкіл ләззатты кесіп түседі, өлімді көп ойлайды. Біз мұсылмандар жаназаға күніге барамыз, күніге болмаса да әйтеуір аптасына бір көреміз ғой өлген адамды. Жаназасына барамыз, ана біреу өліп қалып деп не қыламыз? Естиміз, біреудің жаназасына барамыз, біреудің асына, құдай тамағына барып отырамыз, бірақ өзіміз өлмейміз деп ойлаймыз. Ол да сен сияқты біреу ғой. Бір күнде сенің кезегің келеді, сен де. Біздің ұстаздарымыз айтатын еді, өлім деген автобустың ішіне кетіп баратсың, остановкаға келгенде түсіп қаласың. Сен түсіріп жібереді, болды, осы жерден түсесің сен. Арғай бармайсың сен. Сен түсетін жер осы жер. Сен ешкім оны сұрамайды да. Түсесің бе деп, сені сол жерден түсіреді де кетеді. Басқа бір үлкен ғалымыз айтады, өлім деген дейді, неге ұқсайды дейді. Аялдамада автобус күтіп отырған сияқтысың дейді. Автобус келеді, мінесінде кетесің. Оны бастаған біз емес бірінші. Біз және бұның соңғысы емеспіз. Өзіміздің кезегіміз келгенде жайлап кете береміз. О деген бір жақсы жері, өлімнің қай уақытта екендігін Алла тағала жасырып қойған. Бұл да бір үлкен нығмет. Дей тұрғанмен, оның кез келген сәттен келетіндігін білсең, соған адам дайын жүру керек. Айттық қой бағана әңгімеміздің басында. Өлімнен неге Хасан Басридің айтқан бар ғой? Хасан Басриға біреу келіп айтты деді ғой, мен өлімді жек көремін деп. Хасан Басри не деп айтты? Сен ана жаққа дайындаған еш нәрсең жоқ, содан соң жек көресің. Егер ана жаққа дайындығың болса, сен соның соңынан кетуге дайын тұрады. Өлімді көп ойлаған кісі көп іске бара бермейді.